Мен Мағжанова Назира Таңатқызы. Биыл маусым айында Астана қаласынан қоныс аудару бағдарламасы бойынша Жамбыл ауданы, Солтүстік Қазақстан облысына көшіп келдім. Қоныс аударушыларды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлер анықталды. Олар Абай, Ұлытау, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстары. Келгеннен кейін бірден мансап орталығына көмекке жүгіндім. Ол кісілер маған барлық жағдай бойынша көмектесті. Яғни жұмыспен қамту бойынша және үй табуға көмектесті. Содан кейін мен мемлекеттен субсидия алдым және маған пәтер жалға берілді. Ерікті қоныс аударуға қатысушыларға төмендегідей мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылады. Отағасына және отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көшуге арналған бір жылғы субсидия. Елді мекенге және отбасы мүшелері санына қарай 15-тен 30 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде бір жыл ішінде тұрғын үйді жалға алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ай сайынғы субсидия. Қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға жолдама. Жұмысқа орналасуға немесе кәсіпкерлік бастаманы дамытуға жәрдемдесу. Тұрғын үй құнының 50% мөлшерінде немесе бір отбасына 4 миллион теңгеге дейін өтеусіз және қайтарымсыз негізде экономикалық мобильділік сертификаттарын беру. Баламды мен балабақшаға орналастырдым. Ал негізінде мамандық бойынша биологпын, бірақ мектепке лаборанттық жұмысқа қабылдандым. Коллектив жақсы мектептегі, мектеп үлкен, әдемі, маған ұнады. 2024 жылдың 8 айында еңбек күші артық өңірлерден еңбек күші тапшы өңірлерге 6148 адам өз еркімен қоныс аударды. Оның 2127-сі қамдас және 4021-і қоныс аударушы. Барлық қоныс аударушыларға мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілді. 2024 жылдың соңына дейін 9483 адамды көшіру жоспарлануда. Және де мемлекетке осындай бағдарлама үшін үлкен алғысымды білдіргім келеді.